Ауылда тұратын 89-90 жылғы класстастардың жаңа жылдық вечер қалай өткен айтып беремін. Бір күн бұрын азық-түліктің бәрін алып келді. Ал сол вечер болатын күні азаннан бастап келіншектері жиналып, дастархан жасауға, керектінің бәрін пісіруге кірісіп кеттік. Мен өз фирменный самсамды жасайым дедім да, келе сала осы қамырым илеуге кірістім. Ештеңке дайын алмаймыз, бәрін өзіміз пісіреміз деді келіншектер. Сонымен балықты да далаға ошаққа пісіріп алдық. Бір келіншек дастарханды осылай жасап жіберді әдемілеп. Бір келіншек үйінен осындай торттар пісіріп әкелді. Үшбұрышты самса ішінде сиырдың фарш етімен жасалды. Балықты осылай қойып шықты. Қыздар өте дәмді болыпты. Фруктыны да әдеге осылай нарезкаға аз етіп алдық. Самса дайын болды. Қалай шықты екен? Ал енді келесі самса, бұл тауықтың етімен жасадым. Негізі тауықтың етімен арзан түсе ме? Жоқ, сиырдың фарш етімен арзан түсе ме? Ал енді біздің дастарханымызды бағалап кетіңіздер. Бір күн бойы жасаған дастарханымызға 1-ден 10-ға дейін баға беріп жеңіздер. Ал жігіттер қыздарға осындай бір шоколадтан берді. Үйге қайтадан барып көйлектерімізді киіп келдік. Шай ішіп болғаннан кейін тамағымызды салуға кірісіп кеттік. Неше түрлі ойындар ойнадық, трендтер түсірдік. Үйде жасаған өте қызықты өтті. Анда-санда біз сияқты осылай үйде вечер жасаңыздар.